Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мына қазір ағаштарды кесуге келдім, алма ағаштарды, жеміс ағаштарын. Мына осы ағаштарды мен қателеспесем биыл үшінші жыл кесіп жатырмын деймін. Бір ретке келіп қалды. Мына қарасаңыздар, формасы міне ешқандай бір-біріне кедергі жасап тұрғандар жоқ. Бәсекелесіп тұрғандар жоқ. Күн сәулесінің түсуіне толық қолайлы барлығы. Айтпағым мынандай, бірінші жыл кескен өте қиын болады, мүлдем кесілмеген ағаш, өйткені оны дұрыс формаға келтіру бір жылда жүзеге аспайды. Міне көрдіңіздер, 2 жылдың нәтижесінде кескен. Биыл 3-ші жыл отырмыз. Биыл өте аз. Міне жерге қаншалық нәрселер кесе салдым. Мына нәрселер ғана кесілді. Міне сол үшін сіз жыл сайын ағаштарыңызды дұрыс кесіп тұрсаңыздар, онда сізге алдағы уақыттарда кесу мүлдем қиындыққа соқпайтын. Жұмыс өте аз болатын. Қараңыз қандай ақ. Оның ар жағында алмұрт тұр, оның ар жағында алма болды. Енді мынаған келсеміз, мынау да неше жылдан бері кесіліп келе жатқан ағаш. Бірақ кішкентай кезінен құрылысы дұрыс қалыптаспаған, әрине. Бірақ сонда да жылда кесіп отқанның нәтижесі. Сосын ана жерде апорт алмалар бар, апорт алмалар бар, мынау апорт, мынау түрде қалған апорт. Соны кесеміз қазір. Қартайып баратын ағаштар, бірақ барынша ол алмадан айырылғысы келмейді, үйдің иелері барынша көмектесіп жатырмыз кесумен, зиянкес аурулармен күресумен, жыл сайын алма алып қалуға. Бірақ болашақта да оның болашағы жоқ, бірақ сонда да барынша созуға тырысып жатырмыз өмірін.